Саламатсыздар ма? Бүгінгі видеода біз лағманға қыс мезгіліне зажарка дайындаймыз. Осылай 5 килограмм газ қызғанағымызды үстіне ыстық суды құйып 5 минутке осылай жауып қоямыз. Сыртқы қабатын шешіп, кейіннен осылай мясорубкадан өткізіп аламыз. Қазір біз лағманға зажарка жасауды бастадық. Мына осындай стручковый фасоль, таза піспегені, мына осындайын аламыз. Сельдерей, ашылған осындай балғар бұрышы, тәтті бұрыш, және мынасына осындай жасылын алдым. Сіздер қалауыңызбен әшілеуін қаласаңыздар дұнған бұрышын істетсеңіз болады. Дунганский перец деп аталады, ол полугорький болады. Фасоль мен балғар бұрышымызды ірілеу етіп турап аламыз. Салатын заттарымызды барлығын турап дайындап қоямыз. Балғар бұрышын ірілеу етіп турадым. Сельдерей ірілеу етіп тураймыз. Пияз, чеснокты қолда турап аламыз, қызанақты өткізіп аламыз. Сельдерейдің осындай төменгі жағы жіп сияқты болып тұрады, оны қоспаймыз. Стручковый фасоль және сельдерейдің ортаңғы жағы пістемай. Міне осылай отымызды жағып, қазанымызды қыздырып алдық. Енді майымызды құямыз. Міне осылай майымыз қызыды, пиязымызды саламыз. Пиязымызды жақсылап қызартып аламыз. Үстінен өткізілген томаттарымызды құямыз. Қайнап шығуын күтеміз. Томатымыз қайнап шығуын күтіп, үстінен сельдерей мен стручковый фасолімізді қосамыз. Осылай салып алдық сельдерейдің орта жағына, және осылай фасольді салып, 10 минуттай осылай қайнатып, артынан тәтті бұрышымызды саламыз. Міне осылай қазанымыз әдемі қайнап жатыр. Міне осылай сақылдатып, 10 минут шамасында қайнатамыз. Міне осылай бізде 10 минут шамасында уақыт өтті. Енді сарымсағымызды саламыз. Сарымсағымызды салып қайнатамыз. Балғар бұрышымызды саған соң араластырып жібереміз. Тура 10 минут қайнатамыз. Одан артығын қайнатпаймыз, себебі былжырап, қатты пісіп кетеді. Балғар бұрышымызды саған соң 10 минут қайнаттық. Осы сәтте тұзымызды саламыз. Мен 2 ас қасық тұз қостым. Тұз қосқан соң бір араластырып жіберіп, үстінен сельдерейімізді саламыз. Өте керемет, дәмі де өте жақсы. Осылай сельдерейімізді жақсылап араластырып жіберіп, 3 минутте осылай қайнатамыз. Және банкаларға, стерильный банкаларымызға ыстық кезінде құйып тастаймыз. Бісмілләде бастадық құюды. Міне осылай ыстық кезінде құйып алып жатырық. Қою және сұйығы біркелкі түсуін қадағаламыздар. Міне осылай арасына бостық жерлерін осылай вилкамен ашып жіберіп, үстінен тағы да құямыз. Балғар бұрышына қарағанда помидордың көптен салсаңыздар, осындай шамалы сулы болып, әдемі болып шығады. Сонда қыстың күні ашып, біз зажарканы осы лағманға қосқан кезде томатты көп салмайсыздар. Өзі жеткілікті болады. Қалған банкаларымызда дәл осындай етіп құйып аламыз. Міне осылай банкаларымызды құйып алдық. Міне осылай дайын түрі аз ғана қалды. Кәдімгідей жесеңіздердің дәмі өте дәм күшті. Өте дәм керемет деп толық сенімділікпен айтамын. Міне осылай қатты пісіп кетпеген, былжырап кетпеген. Бұған уксус, немесе лимонный кислота, немесе аспирин ештеңе салынған жоқ. Тек тұз салынды. Міне осындай приправа болады зажарка қыстың күніне. Міне осылай зажаркамыз дайын. Жақсылап крышкасын бұрап, төмен қаратып қойдық. Үстін жауып, жылы жерде 6-7 сағат шамасында суытамыз.
Міне менде осы ингредиенттерден, берілген ингредиенттерден 8 литр зажарка шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Арнама жазылуды ұмытпаңыздар. Видео ұнаған болса лайк басып, арнама жазыңыздар. Сау болыңыздар.